Неліктен тәуелді адам тастаймын деп уәде береді, бірақ қайтадан бұрынғы әдетіне оралады. Құрметті ата-аналар, менің атым Ахмедияр. Мен Адал рехаб оңалту орталығында программа жетекшісі болып жұмыс жасаймын. Жылдар бойы мен тәуелді адамдардың туыстарымен мыңдаған астам кеңес өткіздім. 5 сабақтан тұратын осы топтамада мен қарапайым әрі түсінікті тілмен тәуелді адамның жақындарында жиі туындайтын қиындықтар жайлы және көптеген сұрақтарға жауап беруге тырысамын. Әрбір кеңесте мен бірдей сұрақтарды естимін. Ол соңғы рет деп уәде беріп еді ғой, неге қайталанады, шынымен оған біз балалары, ата-анасы ешкім маңызды емес пе? Неге ол отбасы үшін өзін қолға алмайды деген сұрақтар. Егер сіз дәл қазір осы сабақты қарап отырсаңыз, бұл сұрақтарға сізге таныс болуы мүмкін. Бәлкім сіз бұл жағдайды бірінші рет бастан өткерген шығарсыз. Кезекті рет қолданғаннан кейін жақыныңыз кешірім сұрап, енді қайталанбайтынына ант береді. Ішімдік ішпейтінін, есірткі қолданбайтынын, немесе құмар ойын ойнамайтынын айтады. Біраз уақыт бәрі түзелгендей, сіз қайта сенесіз, үміт пайда болады. Бірақ уақыт өте келе бәрі қайталана береді. Тәуелді адамдардың көпшілігі шынымен тоқтағысы келеді. Олар уәде берген сәтте өз сөздеріне шын жүректен сенеді. Бірақ мәселе тәуелділік мидың жұмысын соншалықты өзгертіп жібереді, жай ғана қалау жеткіліксіз болып қалады. Қазіргі медицина тәуелділікті мидың созылмалы ауру ретінде қарастырады. Алкогольді, есірткіні тұрақты қолдану немесе құмар ойындарға әуестену мидың қызметін өзгертіп жібереді. Ең алдымен марапаттау жүйесі жұмысы бұзылады. Алкоголь, есірткі, құмар ойын дофаминнің ләззат пен мотивацияға жауап беретін заттың күшті екі есе бөлінеді. Уақыт өте келе ми осындай жоғарғы деңгейді ләззатқа үйреніп қалады. Ми үшін тез жеңілдік сезінудің жалғыз жолы қайтадан қолдану, қайтадан есірткі, алкогольға немесе ойынға оралу болып есептеледі. Сонымен қатар мидың қыртысы өзін бақылауға, шешім қабылдауға және әрекеттің салдарын бағалауға жауап беретін бөлігі зардап шегеді. Оның белсенділігі төмендейді, сондықтан адамға пайда болған құмарлықты бақылау және байсалды шешім қабылдауға әлдеқайда қиынға соғады. Ең бастысы мынаны түсіну. Көп жылдық тәжірибе көрсеткендей, егер уақытында кәсіби көмекке жүгінбесе, тәуелділік үдей береді және тек адамның өзі өмірін ғана емес, бүкіл отбасының өмірін бұзады. Көбінесе жақындары жылдар бойы өз күштерімен күресуге тырысады. Олар көндіреді, бақылауға соғады, армияға жібереді, үйлендіреді деген сияқты. Бірақ бұл әрекеттер көмектеспейді. Себебі мәселе әлсіз мінезде немесе отбасыға деген сүйіспеншіліктің жоқтығында емес. Бұл мидың жұмысын өзгертетін ауру және ол кешенді кәсіби емдеуді талап етеді. Келесі сабақта біз тәуелділікпен күресте жиі нәтиже бермейтін әдістер туралы, олардың неге әсер етпейтіні туралы және туыстардың өздері байқамай жіберетін қателіктер жайлы сөйлесеміз.